Өткен шаққа хабарласатын болсаңыз, кімге хабарласар едіңіз? Әкеме хабарласатын едім. Не айтар едіңіз? Көрмегенмін ғой. Мүлдем. 2,5 жасында болғанда қайтыс болып кетті. Сол себептен мен сенің қызыңмын деп жай ғана бір ауыз сөз естігім келеді. Басқа ешқандай нәрсе жоқ. Әкесі бар адам мен әкесі жоқ адамның айырмашылығы біліне ме? Әкесі бар адам білінді, когда сабақтан алып кетеді. Жаңбырды болғанда біз сумкамызды арқалап, екінші сменкамызды арқалап үйге қайтатынбыз ше. Ол әкесі бар қыздар машиналарында таза комфортпен үйге қайтатын. Әкелік қамқорлық іздемеген басқа ер кісіден. Әкенің орны бөлек, шүкір мен анам деген орын масқара алмастырды. Только сол ғана. Мынау Нұрмет деген клиниканың атынан сізге анаңызға берсеңіз болады. Сертификат 10.000 теңгеге. Ол жерде хиджама жасау, массаж, инемен емдейді. Шығыс емімен былай айтқанда Анатолий Храпатый 21 адресінде орналасқан. Жақындарымыздың қадірін білейік. Лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Тегін емдел, иглотерапия, массаж, хиджама, жіп көмі, осының барлығы тегін. Жай ғана Нұршаш Нұрмахан және Нұрмет клиникасына тіркел. Комментарийға Нұрмет деп жазып кет. Тегін ем алсаңыз болады.